Мен Берік Дүйсенбайұлы Бегалиев 1989 жылы Шу ауданында дүниеге келдім. Жастайымнан білімге ерекше құштар болғандықтан, өз қатарластарымнан бір жас ерте есейіп, зерек болып өстім. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің мемлекеттік және жергілікті басқарма мамандығы бойынша білім алып, Шу ауданының әкімдігінде қызметтік баспалдағын бастадым. Бүгінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы сауаттандыру және жұртшылықпен өзара іс-қимыл жасау бөлімінің консультантымын. Халықтың арасында сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру және құқықтық сауаттылығын арттыру мақсатында түрлі іс-шаралар ұйымдастырамын. Мен қазақ екенімді әрдайым мақтан етіп, балаларымды патриоттық рухта тәрбиелеймін. Менің атым Гүлназ. Жастайымнан мемлекетке қызмет етуді армандап, өз тілімнен басқа 3 елдің тілін меңгердім. Абылайхан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеттерін үздік бітіріп магистр атандым. Бүгінде атқарып жүрген қызметім жаныма өте жақын. Мен мемлекеттік қызмет өткеру және сыбайлас жемқорлықтың алдын алу жөнінде түрлі тақырыпта баспасөз конференциялар, брифингтер өткізіп, ақпараттар құралдары беттеріне мақалалар жариялап, жұмысымды жан-тәніммен сүйіп орындаймын. Спортпен шұғылданамын. Себебі мемлекеттік қызметкер өзгелерге үлгі болуы тиіс. Мен Алдабек Жазылбек 38 жыл бұрын Байзақ жерінде дүниеге келдім. Атамның қолында тәрбиеленіп, бала кезімнен халық ертегілері, батырлар жыры, шеже, әдебиет, тарихын әрмен сусындап өстім. Ата тәрбиесі өмірден өз орнында алуыма ықпал етті. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің үздік студенті атанып, Мысыр елінің Алюминий университетінде білімді шыңдадым. Қызметтік жолымды мемлекеттік тілді дамыту жөніндегі инспектор лауазымынан бастап, ақпараттық техникалық бөлімнің аса маңызды істер жөніндегі офицер лауазымында қызмет атқарудамын. 3 бала тәрбиелеп отырған сүйікті жар, қамқор әкемін. Бос уақытымда туған жер, ел туралы өлеңдер шығарумен әуестенемін. Орыстың есімін қойыпты Светлана деп. Түрімде орысқа ұқсағанымен қазақтың қарапайым сары қызымын. Мемлекеттік тілді дамыту, мұрағаттың сақталуын қамтамасыз ету, кіріс-шығыс құжаттарын тіркеп, орындалуын қадағалау қызметін атқарамын. Басшылықтың азаматтарды қабылдау жұмысын ұйымдастыруда, халықтың мұң-мұқтажын зерделеп, қоғамдағы әділетсіздіктің жойылуына өз үлесімді қосып келемін. Мемлекетіне адал болуға, өз тілін, дінін құрметтеуге, әділетті болуға 2 қыз, 1 ұл тәрбиелеп отырған сүйікті жар, бақытты анамын. Константин менің атым, 30-да менің жасым. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметі басқармасының аса маңызды істер жөніндегі офицері лауазымды қызмет атқарамын. Әкеге қарап ұл өседі, анаға қарап қыз өседі демекші. Мен кішкентайымнан әкем сияқты құқық қорғау органдарында жұмыс істеуді армандап, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің заң факультетін бітірдім. Бүгінгі күні елбасымыздың нұрлы жол, болашаққа бастар жол, 100 нақты қадам бағдарламаларына жемқорлыққа қарсы нақты көрсетілген міндеттердің орындалуына ықпал ету басты міндетім деп білемін. Сондай-ақ салауатты өмір салтын ұстанып, спортпен де шұғылданамын. Біздің міндет халыққа қызмет.